Құрметті оқырмандар, сіздерді кітапханамыздың 55 жылдық мерейтойы аясында менің кітабым атты айдарында Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың Көксерек атты әңгімесін ұсынамыз. Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың Көксерек әңгімесінде ауыл баласы Құрмаштың қасқырдың күшігін асырап алу жайында баяндалады. Қаламгер туындысында табиғаттағы тағылық заңы, адам мен жан-жануар арасындағы шекараны шебер суреттей білген. Көксеректі күшік кезінен қамқорлықпен құшағына алып, мәпелеп өсірген Құрмаш, сүйкімді бөлтірігін кімнен де болсын қорғаштағанымен, ауыл ақсақалдары қасқырдың бөлтірігінен секенденіп, тағылық заңның өзгермейтінін бала Құрмашқа түсіндіруге барынша тырысады. Әйткенмен, өсе келе далаға қашып, бірнеше күн қатарынан бой көрсетпеуге дағдылана бастаған Көксерек, арада біраз уақыт өткен соң бір топ қасқырды бастап, өзге ауылдармен қатар Құрмаш ауылының қойларына да шабуыл жасай бастайды. Мұның арты Көксеректің қой бағып жүрген Құрмашқа шауып, қамқор болған иесін өлтіруіне ұласады. Адамзат пен жануар әлемінің заңы басқа, және ол тоғыспайды да. Тоғысқан жағдайда артынан жақсылыққа апармасын әңгімеден ұғынғандаймыз. Десе де, әңгіменің ау басы екі аяқтылардың құртқа мен күшіктерін өлтіруден басталуы. Жауыздық пен аяуандықтың басында адам тұрғанына меңзейді. Соған қарағанда адамдардың арасында тағылар да, тағылық заңы да жоқ емес сияқты.